Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Сіздермен Бибігүл Төлегенованың әкесі, саяси қуғын-сүргін құрбаны Ахмет Төлегенов жайлы біраз деректермен бөліссем. Сұм саясаттың кесірінен 1937-38 жылдары 105 мың қазақстандық қудаланып, оның 22 мыңы ату жазасына кесілді. Сол қаралы тізімнің ішінде Ахмет Төлегеновтің де аты жөні бар еді. 2008 жылы тағдырлы тұлғаға қатысты деректерді музейге тапсырған күміс көмей әнші апамыздың өзі еді. Ахмет Төлегенов Қатон-Қарағайда аудандық партия комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарған соң Қазақстанның 15 жылдығына орай Алматыға оқуға жібереді. Аталған курсты 2 жыл оқып тәмамдаған соң жұмысына қайта кіріседі. Алайда бұл ұзаққа созылмайды. Қызметіне қап-қара сұлу бітімді атпен кеткен Ахмет Төлегенов бір күні жаяулап үйге келеді. Жанына ере келген 2 адам үйді тінтіп астан-кестенін шығарады. Курста оқып жүрген кезде сонда бір әйелдің беті шұқылып тасталған фотосуретті тауып алады. Осы сурет Төлегеновтер отбасына бәле болып жабысады. Осылайша ойдан шығарылған жапон тыңшысы деген жалған жала жабылып, 1937 жылдың 29 қыркүйегінде Ахмет Төлегеновті Алматыға алып кетеді. Сол кеткеннен ол оралмайды. Кейін 1958-60 жылдары посмертно реабилитирован деген бір ақпарат қағаз келген. Сол кеткеннен Бибігүл апамыз әкесін көрмеген екен, және қолында бары осы ақ қағазы екен. Бибігүл Төлегенованың берген сұхбаттарының бірінде репрессияға ұшырағандардың тізімі бар. Ол тізімде менің әкемнің аты тіркелген, ақталған қағазы бар. Ондай құжатты да жасау керек екен, біз білмеппіз. Әкемнің өз қолымен толтырған жеке қағазы бар екен, жеке ісі бар. Ұсталған кезінде қырымен, алдымен түскен суреттері бар. Әкемнің жай жүк тасушыдан хатшылыққа дейінгі жеке өмір баяны бар. Міне, осы құжаттардың барлығын Алжир мұражайына тапсырдым деген болатын. Ахмет Төлегеновтың басына түскен нәубет жылдар отбасына үлкен соққы болды. Бұл кезеңнің соққия көріністерін әнші шешем Майнұр 25 жасында 6 баламен, бойындағысымен 7 жалғыз қалды. Мен бар жоғы 7 жаста едім. Семейдің ет комбинатында жұмыс істейтін, әр 10 күн сайын тергеуге барып тұратын еді. Сауаты шамалы адамнан қандай ақпарат алғылары келгенін білмеймін. Үйге үнемі бет-аузы көгеріп қайтатын. Кейін Ұлы Отан соғысы басталып кетті. Анамды мазалауларын қойды деп еске алады. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңы шықты. Осы заң нәтижесінде сол кісілердің әйелдері, балалары ақталу құқығына ие болды. Алтайдың әсем табиғатында өз жұмысын істеп, халықты жаңа тұрмысқа бейімдеу жолында ат үстінен түспеген есілерді өзі естіп білмеген алыстағы Жапон аралымен байланыстыру кімнің ойына келді екен? Әлде жаппай қазақ білім біліктілері ұсталып жатқанда бәрін бірдей бір мазмұнда қаралау мен айыптауларды үдетіп, ойланып жатпай тыншы деп атау әлде қайда жеңіл болған шығар, кім білсін.